Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін тақырыбымыз алкадиендер немесе диен көмірсутектерді оқиды. Сабағымыздың мақсаты осы алкадиендер туралы жалпы мәлімет алу. Енді оқушылар қарайық. Алкадиендер немесе диен көмірсутектері деп молекуласында көміртек тізбегінде екі қос байланысы бар қанықпаған көмірсутектер. Осы сөздерге тартпайық. Екі қос байланысы бар қанықпаған көмірсутектер. Жалпы формуласы N, H2N және -2. Осы жалпы формуласы, яғни алкадиендердің немесе диен көмірсутектердің. Енді біз алкандарға ан жұрнағын, алкендерге ен жұрнағын жалғайтын білесіздер. Енді диен көмірсутектерін оқығанда осы диен деп жұрнақ жалғаймыз. Бұл жердегі N -3-ке тең немесе 3-тен үлкен. Ең аз болғанда N 3-ке тең болу керек. Мысалы, орнына қойып көрейік. S3 H 6, 6-тен 2-ні алсақ 4, онда S3 H4 пропадиен. Ары қарай кеттік енді оқу. Міне, басқа алкандармен ұқсас, міне, N жұрнағының орнына диен деп аталады дейді. Қараңыздар. Қос байланыс, екі қос байланыс бар дедік қой. Сол екі қос байланыстың қайсысы ұзын тізбекте жақын жағына орналасса, қай жағына жақын, сол жақтан бастап нөмірлейміз. Мынадай радикалдарға ешқашан қарамаймыз. Қос байланыстың қайсысы жақын, сол жақтан бастап нөмірлей береміз. Мына жаққа жақын нөмірлеп қойған. 1, 2, 3, 4, 5. Қарайық енді. 5-ті білесіздер сіздер, бутан. Осы мына жерден 5-ті білесіздер, бутан емес, пентан. Қараңыздар. Міне, пента диен. Біздегі пентан ының орнына диен жұрнақ жалған. Көрдіңіз, 1, 3 деп тұрғанымыз мына байланыстардың тұрған жері. 1, 2, 3. Міне, 1, 3-те 2 қос байланыс бар дейміз. Мынауды дәл солай. Қос байланыс қай жағына жақын, сол жақтан бастап нөмірлеген. Енді мына да қараңыздар, бұл жердегі заңдылық екі жағына да жақын, бірақ мына жақта радикал тұр. Сол радикалды ескерген, құрметті оқушылар, қараңыздар. Енді мына жақтан да нөмірлеуге болатын еді, бірақ бұл жерде екеуінде де қос байланыс тең болып қалды. Екі жағында ұқсас, бірақ мына жағына радикал бар. Осы екінші рет радикалға бағынып тұр. Көріп тұрсыздар ма? 2 метил бутадиен брюш немесе изопренді болды. Түсінікті деп ойлаймын енді оқылуы. Ары қарай кеттік. Диен көмірсутектердің жіктелуі. Қос байланыспен пропадиен мысалдары, міне, диен көмірсутектердің типтері. Өздеріңіз оқып қойсаңыздар болады. Енді қарайық, мына жерде алынуы дейді. 1932 жылы орыс ғалымы Лебедов этил спиртінен алюминий және мырыш оксидтерінің қатысында бутадиен алды дейді. Қараңыздар, этил спирті С2 H5 OH оған не қосты? Яғни қатысында міне этил спирттерінен бутадиенді алып тұр. Екі спирттердің дегидратациялану деген қандай? Суынан айыру, дегидрлеу дейді. Сонда қандай? Суынан айыру, сутегінен айыру арқылы мынандай оксидтердің қатысында нені алыпты? Диендерді. Бутадиенді алыпты. Бутадиен брюш. Немесе қысқартылып былай тұр. Өздеріңіз көріп қойыңыздар, жаңа Лебедовты. Арғай, қазіргі уақытта өндірісте бутадиен брюштің және 2 метил бутадиен брюшті мұнайға, серік газдардан мұнайда кездесетін сәйкес қайдан дейді? Алкандардан алады. Ол үшін тиісті алкандарды 600-650 градус температура өртшік арқылы қыздырғанда, бірінші қыздырған кезде бутаннан алынып тұр брюш бутадиен гидрлеу арқылы. Физикалық қасиеттері дейді. Бутадиен брюш кәдімгі температурада газ, -4,5 градуста сұйықтық қайналады, өзіне тән иісі бар. 2 метил бутадиен брюш жағымсыз иісті ұшқыш сұйықтық 34-те 1 градуста қайнайды. Мынау енді физикалық қасиеттер енді да көп жауабын талдауға шығып қалуы мүмкін. Қарап қойыңыздар, құрметті оқушылар. Ары қарай химиялық қасиеттері. Біз алкендерді анықтаған кезде, қос байланысы бар қос тұстарды анықтаған кезде
Олар қайтетінді қосылу реакциясына түседі дегенбіз. Міне, олар да қосылу реакциясына түседі. Себебі оларда қандай? Қанықпаған, яғни қос байланыстар бар. Екі қос байланыс. Броммен әрекеттесіп тұр. Қараңыздар. Міне, 1, 2, 3, 4 тетрабром бутан түзілді. Яғни қос байланыстардың барлығы жоғалды. Не болды? Дара байланыс 4 бромды өзіне қосып алды. Мына жерде оқыңыздар. Яғни қызыл қоңыр түсті бром суын түссіздендіреді деп жазып отыр осы жерде. Осы арқылы да бутадиендерді анықтауға болады. Бром суымен алдындағы қос байланысы бар қосылыстарды анықтаған сияқты. Келесі енді бір реакциясы екі қос байланыстың түзілуі. Міне. Мынау жаңағыны ары қарай әдемілеп отырып түсіндіріп көрсеткені ғой міне. Соңғы бөлім галоген көмірсутектермен әрекеттесіп тұр. Диен көмірсутектерін қолдану, мынау реакция теңдеулерін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ешбір қиындығы жоқ. Міне. Қарайық, екі бромды қосты, міне. Бір қос байланыс үзілді. Или мынадағы қос байланыс үзілді, міне. Екі бром келіп тұрды, ортада дара байланыс қалды. Мен жақтағымын 3, 4, қандай дейді? Дибром бутен. Міне қос байланысы бар жақтан оқып тұр ол. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Енді 3 пен 4-ке қосып, 1 мен 4-ке қосылу дейді, қараңыздар. 1, 4 дибром бутен. Көріп тұрсыздар ма? Галоген сутектермен қосылып тұр. Диен көмірсутектерін қолдану, бутадиен бүріш және 2 метил бутадиен бүріш пен оның туындылары синтездік көксағыз өндірісте қолданылады. Көксағыздан резеңке жасайды. Сонда біздің созылып жасалып жүрген резеңкеміздің барлығы осы диендерден алынады, бутадиен бүріштен. Ары қарай кеттік. Енді сіздер айтыңыз. Заттарды атаңдар, диен көмірсутек типін анықтаңдар. Қарайық енді. Мұны оңай сіздер оқи аласыздар. Мынаған келейікші. Осыдан. Біріншіден ең ұзын тізбекті талдап аламыз. Құрметті оқушылар, талдап аламыз. Қарайық. Ұзын тізбек қай жағына жақын тұр? Енді мына жерден қараңыздар, не шатасып қалып жүрмін. Ұзын тізбек не тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мынадан аяқтатып қойып жүріңіз, 5 деп. 6. 6-ны білесіздер сіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тек сан болатын. Енді сіздер қос байланыс қайсыда тұр? 1 мен және 3-те тұр. Радикал не бір радикал тұр? 2-де, 3, 4-те. Онда қандай? 2, 4 диметил гексадиен 1, 3. Болды оқылуы. Сонда қайтадан айтып берейін. Оққан кезде ұзын тізбек тауып аламыз. Кейбір оқушылар бүйтіп санап, міне, ұзын тізбек мынау ғой деп бүйтіп кетіп қалуы мүмкін. Өйткені біз неге қос байланыс тұр? Қос байланыс тұрған жақтан бастап нені білеміз. Сіздер мынадан да орындасаңыздар болады, не? Қараңыздар. Мына жерде міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп үстіп аяқтап тастасаңыздар қате болады. Мынаны радикал қылып жүрсек. Онда ұзын тізбек міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ні білесіздер сіздер қандай? Гептан. Енді біз гептадиен деп айтамыз. Сондықтан енді қарайық. Радикал қайсында тұр? Біз міне 1, 2, 3. 1, 2, 3. Екеуі де оқысыз. Бірақ мына жақта 2 радикал тұр. Мына жақта біреу. Сондықтан мына жақтан бастап нөмірлейміз. Екеуі тұрғандық. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7, иә. Енді қайсында тұр? 2, 3 және 5-те тұр. 2, 3, 5 триметил гептадиен 1, 2, 3, 4. Қайдан айтайын? 2, 3, 5 триметил гептадиен 3, 4. Яғни қос байланыстың орны. Түсінікті ме? Сіздер енді қалғандарын оқыңыздар. Мынаны. Қиындығы жоқ. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабақты қорытындылай кетсек, бүгінгі сабақ оңай. 2 қос байланысы бар көмірсутектер, диендер немесе алкадиендер. Жалпы формуласы С(N) H2N -2. Ешбір басқа қалған заңдылықтардың бәрі алкендер мен алкандарға ұқсас. Бірақ бұлар қанықпаған болғандықтан қос байланыс бар.
Сондықтан қосылу эрекциясына міндетті түрде түседі. Басқа заттарды өзіне қосып алады. Сау болыңыздар.